Қыздар, пожалуйста, ақталмаңыздаршы. Ақталу өте жаман нәрсе да. Ақтала берген сайын самооценкаң түсіп қалады сенің. Мысалға, сен бір жерге кешігіп бара жатсың, сен тұрасың да, кешіріңіздерші, автобуспен, бала шағаммен, күйеуіме, үлгере алмай қалдым, короче, зачем? Саламатсыздар ма, мені күтіп қалдыңыздар ма, аха? Етпеңіздер, бүгін кешігіп қалдым. Давайте жалғастырайық. Болды, ақталмайсың. Не үшін кешіккеніңді айтпайсың, түсіндің ба? Айтпа. Ақталма біреудің алдында. Күйеуің мысалға продуктыға ақша жарату керек болды, саған 20 000 теңгені жаратып келдің. 20 000 теңгені барып жаратып келдім. Осынайға кетті. 20 000 теңге барып продукт алып келдім, айтасың болды. 5 000-ға картошка алдым, 2 000-ға пияз алдым, жетпей жатыр. Одан кейін продукт қымбатқа кетті. Зачем? Просто аласың да айтасың, 20 000 теңге продуктыға кетті. Вот и все. Болды. Ақталма, жаным, ақталма. Бала шағыңа да сол, апайына да сол, кеше киімдерін жумай қалып. Бақтияр бүгін ақ футболкасымен кетті, апай. Аха, болды. Зачем? Не үшін оны түсіндіре бересің досконально? Біреу сен отчет сұрап жатқан жоқ. Біз кішкентай кезімізде мамаларымызға отчет бердік. Қазір енді үлкен ересек адамбыз ғой, отчет берудің қажеті жоқ.